Армысыз қазақ елі, баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Ой, Назарбаев ақсақал Москваға барып өттіге шу ете қалдыңдар. Бірақ не сездіңдер, не білдіңдер? Негізі бұл заманда саяси сауатты болу керек та. Қасым-Жомарт Тоқаев мырза айтты, келесі жылы қос палата бір палата болады деп. Демек, ол сайлаумен ғана болатын не ғой? Демек, қос палатаның алдында мәслихат сайлауы болады, содан кейін бір палатаға сайлау болады, содан кейін заң өзгереді, өйткені біздің кодекс екі палатаға арналып жазылған, қайтадан кодекс жазамыз, содан кейін президент сайлауы болады. Демек, бұл өте қиын дүние. Сіздер оны түсінген жоқсыздар. Енді Назарбаев Путинге жолыға ма, адамдар кіммен кімге жолыққанын ол достар өздері біледі да, бірақ ішінде саяси сайқал дүние болды. Ол бір ғана мәселе, келесі президентті дайындау. Не үшін? Қасым-Жомарт Тоқаев мырза мынандай саяси дүние келісім шартты дүние жүзі бойына орнатқан үшін ол кісіні мүмкін емес, оны алып кетеді. Өйткені ондай саясаткер керек. Демек, енді жаңа президентке соғыс деген сөз бұл. Бұның алдын болдырмау үшін Нұрсұлтан ақсақал о жаққа барып өз адамдарының саяси орындарын реттеуді мүмкіндігі қолына келгенше істеп жатыр. Өйткені біздің қазақ тақ үшін, атақ үшін арында, намысында барын сатып жіберетін белгілі. Бір екінші, ол ауру ғой тақ деген. Сол тақтағы аурудан әлі жазылмай тұр. Жас келгенменен орнына біреуді отырғызғысы келеді. Бұл нақты дәлел. Ал енді біз бұрынғы Нұр Отан, қазіргі Аманат партиясы екенімізді білеміз. Олар әлі уысында, ол Назарбаевтың уысындағы Аманат партиясы. Демек, қанша шуылдасаң да, олардың ойыны бола ма? Ал ойынын болдырмайым деген қазақ бірігу керексіңдер, біріге алмайсыңдар, бір-біріңді шұқығаннан басқа. Сөйтіп жүріп, барлық дүние болып кетеді. Болып кеткенсің, біз қашан қостаймыз дейсіздер. Аман болыңыздар, бірігу керек бұл кезде. Ал енді мен оның бәрін қойып тастап, қазақым бірлігіп, кешегі қаңтар оқиғасын арнап, өзім бір құрбандық шалып, 31-ін қаңтарауды өзім қарсы алуды қабыл еттім. Бүткіл шырылдағандарға асендер мейрамға дайындалдыр. Қосылып қабыл болсын дегендеріңіз болса білесіздер, қосылмай құрып кетсін дексендер, оны да білесіңдер. Бірақ барлық осы қаңтарға келіп тірелгеніне таң қаламын. Енді жақсы бір ақиқатты 16 қаңтарда айтып берем. Оғанша біраз басқа бір дүние боқтың рекламаларын салармын. Бар болыңыздар.